Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге қысқа сақтауға арналған өте тойымды нағыз қыстық салаттың рецептін ұсынамын. Қыста нанға жағып жесеңіздер де немесе тағаммен жесеңіздер де өте керемет салаттың жасалу жолымен бөлісемін. Ең алдымен біз өзімізге қажетті банкалардың барлығын стерилдеп аламыз. Мен осындай шәугімге 4-5 минуттай әр банканы стерилдеп алдым. Ал қақпақтарын осылай суға 2-3 минуттан қайнатып дайындап қойдым. Көкөністерімді де жуып дайындап қойдым. Бізге осындай үлкен әрі етті қызанақтар, 2 бас пияз, 2 дана сарымсақ, 2 дана ащы бұрыш, болгар бұрышы қажет. Болгар бұрышын мен 2 түсін таңдадым. 4-5 дана сәбіз, қалауыңызға қарай ас көктеде қосып жіберсеңіздер болады. Алдымен қызанақтарымыздың барлығын ет тартқыштан өтетіндей етіп, осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай кішкене ұсақ бөліктерге бөліп дайындап алдым. Қызанақтарымыздың барынша еттілеу түрін таңдағанымыз дұрыс. Сол кезде біздің салатымыз қою, тойымды, өте әдемі болып шығады. Мен қызанақтың барлығын дерлік осылай турап дайындап алдым. Болгар бұрышында видеода көріп тұрғандарыңыздай етіп, 2-ге бөліп, ұзынша етіп турап аламыз. Мен болгар бұрышының 2 түсін таңдадым. Екеуін де бірде қосатын боламын. Осылай 2 түсін араластырып қосатын болсаңыздар, сіздің салаттарыңызға керемет түс беретін болады. Әрине өз қалауларыңызға қарай қосасыздар. Қай түсін қоссаңыздар да ең бастысы сіздің салаттарыңыз дәмді шығады. Достар, салатқа қажетті барлық заттардың құрамы мен мөлшерін астадағы тұрған описание бөліміне жазып қалдырдым. Осы видеоның атауын үстін басатын болсаңыздар, описание бөлімі ашылады. Егер көп етіп жасайтын болсаңыздар, соған қарап 2-3 еселеп жасай берсеңіздер болады. Міне болгар бұрышы да дайын болды. Келесі кезекте сәбізді осындай үккіштен өткізіп аламыз. Мендегі кәріс салатын өткізетін осындай үккіш болды. Барлығын зерлік осыдан өткізіп дайындап алдым. Сарымсақты видеода көріп тұрғандарыңыздай ірі етіп турап алдым. Ащы қызыл бұрышты осылай турап дайындап қойдым. Қызыл бұрышты өз қалауларыңызға қарай аз немесе көп етіп қоса бересіздер. Мен салатқа 2 дана пиязды қостым. Пиязды видеода көріп тұрғандарыңыздай кішкене ірілеп турап алдым. Одан соң ас көктеде турап дайындап қоямын. Мен ас көктің барлығын қоспадым. Кішкене көптеу болып көрінді. Сондықтан жартысын ғана ұсақ етіп турап қосамын. Егер ас көкті ұнатпайтын болсаңыз, қоспай-ақ қойсаңыз да сіздердің салаттарыңыз дәмді болып шығады. Міне барлық көкөністеріміздің барлығын турап дайындап алдық. Жаңағы турап қойған қызанақтың барлығын дерлік ет тартқыштан өткізіп дайындап қойдым. Енді қуыратын арнайы ыдысымыздың үстінен 200 грамм сұйық майды құйып, майымыз қызғаннан кейін үстінен турап дайындап алған пиязды қосып, кішкене 2-3 минуттай қуырып аламыз. Қатты қызартпай, сарғайтып қуырып аламыз. Оның үстінен турап дайындап қойған болгар бұрышын қосамыз. Үстінен үккіштен өткізіліп дайын тұрған сәбізді қосып, барлығын дерлік 10-15 минут шамасында орташа отта қуырып дайындап аламыз. Орташа отта 15 минутқа қуырып болғаннан кейін жаңағы ет тартқыштан өткізілген қызанағымызды үстінен қосып, тағы бір жақсылап араластырып аламыз. Қызанақтың кішкене су шығып, әдемі қалыпқа ене бастайды. Оттың астын қатты етіп қойып бір қайнатып аламыз. Қайнап болғаннан кейін 45 минут шамасында баяу отта қайнатып жақсылап пісіріп аламыз. 45 минуттан кейін үстінен сарымсақ пен ащы қызыл бұрышты қосып, тағы бір жақсылап араластырамыз. Осы қалпында тағы да 15 минут уақытқа қайнауға жібереміз. 15 минут қайнап болғаннан кейін үстінен дәмдеуіштерін қоса бастаймыз. Мен 2 ас қасық тұзды қостым. Оның үстінен 2 ас қасық қантты қосып, тағы бір жақсылап араластырып алдым. Үстінен турап дайындап қойған ас көктерімізді қосып, кішкене араластырып, тағы бір 10 минут қайнатып аламыз. Қайнап болғаннан кейін ең соңында біз салатымызға уксус қосатын боламыз. Мен уксустың осындай 70% түрін пайдаландым. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай бір ас қасықты толтырмай ғана
уксус қосып жақсылап араластырып аламыз. Бұл жерде ескере кететін жағдай, біздің уксустың мерзімі өтіп кетпеген, сапалы болуы қажет. Сол кезде банкіңіз атылмай жақсы сақталатын болады. Міне осымен біздің салатымыз толығымен дайын болып шықты. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай өте қою, керемет болып шықты. Дәмін енді сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Барлығын құйып болғаннан кейін менде осындай банкі жапқыш болды. Банкының аузын жақсылап бұрап алдым. Осылай қысқа сақтап жауып қоятын болсаңыздар, қыста рахаттанып жейтін боласыздар. Және бұл сенімді, тексерілген, неше жылдан бері жауып келе жатқан рецепт. Сондықтан еш ойланбастан осы рецептпен жауа берсеңіздер болады. Сонымен қатар достар, менің каналыма өтетін болсаңыздар, қиярды қытырлақ етіп қысқа сақтаудың тәсілін және қызанақты қысқа сақтау, қиярды ерекше етіп қызанақтың соғында сақтау тәсілдерінде көре аласыздар. Подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Алдағы уақытта сіздермен көптеген рецепттермен бөлісіп отырамын.